Қош келдіңіздер. Қайырлы күн, күнім, далам, орманым. Қайырлы күн, гүлім, құсым, көлдерім. Қайырлы күн, өсімдіктер, жәндіктер. Қайырлы күн, бар тіршілік иесі. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағы 2-ші сынып. Балалар, суреттен нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, ағаштарды көріп тұрмыз. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз, балалар, Бердібек Соқпақбаев ағамыздың «Ағаштар неге ашуланды». Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. 1949 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірді. Жұлдыз, Балдырған журналының редакциясында Қазақстан жазушылар одағының ақпаратында қызмет атқарды. Бердібек Соқпақбаев балалар жазушысы. 1951 жылы ең алғашқы 16 жасар чемпион деген кітабы шықты. Оның «Менің атым Қожа», «Жексен», «Жекпе-жек» кітаптарын балалар сүйіп оқиды. Балалар, ағаштар бізге не үшін керек деп ойлайсыңдар? Мәтінмен жұмыс. Балалар, ендеше қазір кітабымыздың 74-75 бетіндегі мәтін, яғни «Ағаштар неге ашуланады» мәтінін оқимын. Мұқият отырып тыңдайық. Жадырап көктем туды. Қарт қауырт еріді де, аз күнде төңірек қарайып, құрғап шыға келді. Мектепте көшелерді көгертіп, ағаш отырғызу апталығы басталды. Оқушыларды түгел қызықтырған бұл бастама тек Алмабекке ұнамады. Орман болса тап іргеде тиіп тұр. Көшеге ағаш отырғызып, әуреленудің керегі қанша деп ойлады ол. Бірақ жұрт бір кісідей кіріскен істен Алмабекте шетте қала алмады. Өзі сыныптастармен бірге тоғайға ол да барды. Бірнеше жас тал, терек, қайың әкеліп, басқалардың үлгісімен терезе тұсына дізіп отырғызды. Алмабек осымен істі тындыға санады. Өзгелер отырғызған ағаштарын суарып, түбін қопсытып, мәпелеп, күтумен болса, бұл оны бірін де істемеді. Жаз шықты. Көктемде отырғызған ағаштар жапырақтары желкілдеп, бойлап өсе бастады. Солардың арасында Алмабектің отырғызған ағаштары ешбір күтім көрмеген соң, тамырланып кете алмай, шөжіп шала жансыр ұстап тұрды. Орманнан өздерімен бірге әкеліп отырғызған басқа ағаштардың айнала жамырап, жайнап, өсіп келе жатқанын көргенде, қуқыл тартқан ағаштар қапаланып, қайғыға басты. Бұл қайғылы халді самал жел өзен бойындағы орманға жеткізді. Осындай, Алмабек дейтін бала алып барып отырғызған сіздердің туысқан шыбықтарыңыздың халы мүшкіл екен, деп сыбдырлап бұталарға айтты. Ауыздарына сөз тұрмайтын бұлар оны сыбдыр қағып талдарға, талдар қайыңдарға, қайыңдар дереу теректерге жеткізді. Сөйтіп кең алқапты алып жатқан ну орман Алмабектің қылығын түгел естіді. Балалар, егер сендер табиғатты қорғау туралы маман болсаңыздар, не істер едіңіздер? Туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз, қасиетін ұғу парыз, күзетінде тұру парыз. Балалар, үйде Алмабектің айыбы кестемен жұмыс жасап келеміз, автор туралы ақпаратты толықтырып келеміз, және сәйкестендіру тестін жасаймыз. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Бүгін не білдің? Әлде не білгің келеді? Қай тапсырма ұнады сендерге?